Саламатсыздар ма оқушылар? Біз алдыңғы сабақта өсімдіктің жарыққа бейімделу мүмкіндігін анықтаған болатынбыз. Өсімдіктер үшін негізгі жылу көзі күн сәулесі. Олар оны жылы ауа мен топырақтан алады. Өсімдіктер даму үшін ең қолайлы температура 15-30 градус арасындағы жылу. Жер шарына жылу әркелкі тарайды. Ауаның, топырақтың, судың температурасы тәулік ішінде қалай өзгереді? Оқушылар, ойланып көрейікші. Дұрыс айтасыңдар. Жаздың ыстық күні қоңыр салқын түнмен, одан кейін суық таңмен алмасуы мүмкін. Айналамыздағы ауаның температурасы өсімдікке қалай әсер етеді? Өсімдіктер жаздың аптап ыстығына, күз бен көктемнің ызғарына, қыстың аязына ұшырауы мүмкін. Олар өсіп даму үшін бейімделуге мәжбүр. Оқушылар, енді өз бетімізше қырдың оңтүстік және солтүстік беткейлеріндегі өсімдіктердің айырмашылығына қатысты кесте құрып көріңіздер. Өсімдіктің әртүрлі температураға бейімделуі туралы қорытынды жасаңыздар. Кесте құру барысында басшылыққа алынатын критерийлер: жылуды аз немесе көп қабылдайды, мол немесе сирек шығады, сәнді немесе жұтаң гүлдейді. Оқушылар, экрандағы жуашық өсімдігінің бөлігіндегі температураның айырмашылығын білу үшін диаграмма сызбасын талдайық. Жуашық өсімдігінің жер асты температурасы 2 градус болса, жер үстіндегі бөлігінің температурасы 22-23 градус. Яғни оқушылар, өсімдіктің жер үстіндегі бөлігі жер астындағы бөлігіне қарағанда көбірек жылу алады екен. Оқулығымыздағы зерттеу айдарына назар аударайық. Бұл айдарда түйе жантағы, жусан, жабайы, ас сүт деген өсімдіктері бейнеленген. Осы өсімдіктерге зерттеу жүргізейік. Алдымен оқушылар, зерттеу барысында бұл өсімдіктердің қандай жерлерде өсетіні жайлы талқыла. Әр өсімдік қоршаған ортаның жоғарғы температурасына қалай бейімделе алатынын болжа. Әр суреттегі өсімдіктің бейімделу тәсілін ерекшелеп жазып қой. Мысалы, түйе жантағының тікенектерімен қапталған құрғақ бұтақтары болады. Жусанның жапырақшаларының ұсақ болатыны соншалық, олар талшықтарды еске түсіреді. Жабайы ас сүт деген қатты қызудан сақтану үшін күнге қырымен қарап тұрады. Тіпті үлкен жапырақтары қатты қызғаннан күйуі де мүмкін. Өсімдік тез өсу үшін жылу мөлшері жеткілікті болу керек. Олар жылуды күннен, қызған ауа мен топырақтан алады. Өсімдіктің өсіп жетілуіне 15-30 градусқа дейінгі температура қолайлы. Қатты қызған күннің тікелей сәулесінен өсімдік күйіп кетуі мүмкін. Аптап ыстықтан қорғану үшін олар ылғалды көбірек буландырып, тез салқындайды. Өсімдіктерге суық та әсер етеді. Жылу сүйгіш өсімдіктерге ауаның сәл салқындауы да зиян тигізуі мүмкін. Ал суыққа төзетін өсімдіктер қатты аязға да шыдайды. Оқулықтағы ойлан айдарына назар аударайық. Жаздың ыстық күндері дала өсімдіктерінің температурасы неліктен ауа температурасынан төмен болатынын талқылайық. Дұрыс оқушылар, дала өсімдіктері жаздың ыстық аптабында ылғалды көбірек буландырып, ұзын жіңішке жапырақтарын салқындатады. Осылайша, өсімдіктің жер үстіндегі бөліктерінде температура салқындайды. Сендер білесіңдер ме? Жұмсақ қар жылы көрпе сияқты өсімдік тамырын жауып, аяздан қорғайды екен. Ендігі кезекте үй тапсырмасы. Экрандағы диаграммаға мұқият қарап,
өсімдіктің әр мүшесінің температурасын анықтап, төмендегі сұрақтарға жауап бере отырып, дәптерге жазып алыңдар. Сабағымызды қорытындылай келе, бүгінгі сабақта өздеріңе қандай қызықты мәліметтерді ала алдыңыздар? Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.